Мына көрініске қараң. Дүниядағы ең өзгеше қала. Ол жоғарыдан қарағанда жерде жатырған адамға ұқсайды. Сонда ол қай жерде дейтін болсаңыз, Италияның Сицилия атауында, анығырағы Сентрип қаласында жайғасқан. Бұл жерде 5000 адам жасайды және анық 5 бөлек төбелік қырлары үстіне құрылған. Бірақ бұл апуайы тосыннан пайда болған құрылыс емес, ол әйемгі қорғану стратегиясының жасырын нәтижесі, яғни ол табиғи қорған болған. Қаланың әжайып жайласуы Этна вулканы менен байланысты, яғни ол вулканнан 40 километр ұзақлықта жайласқан. Құрамалы рельеф әрбір үйді қырлар үстіне салуға мәжбүр еткен. Бұл қаланың тарихы әйемгі римлілер дәуіріне барып тақалады. Ол сондай жайласқан еді, яғни тек бір тараптан hüjum етіп, иелеу мүмкін болған. Солай етіп, біз апуайы имарат деп ойлаған архитектура шынында да табиғат тарабынан жаратылған ұлы қорғану стратегиясы болған. Сіз осыған ұқсас және қандай жерлерді білесіз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.